Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше қабырға сымайысқан. Елуге жасы келгенше, көзімді ашпай дүниеден өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан. Бір ұл, бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобландыға қарындас. Бұл жыр бізге атадан мұра болып келеді, және осы жырды әрі қарай ұрпақтарға жеткізу біздің борышымыз деп білемін. Бұл осындай жарыстар көп болса екен деп тілеймін. Себебі бұл жырды жаттаған сайын адам өзін көрсете біледі, ұялмайды, әрі өзін көптеген жерлерде көрсете алатын болады. Бұл жыр жаттаудағы балаларға негізгі не алады балалар? Бұл жырдың өзінде жалпы қазақтың әр жырында, Қобланды жырында, Алпамыс батыр жырында қазақтың салт дәстүрі бүкіл болмысы суреттеледі. Балалар өздері сол жыр жаттау арқылы сол болмысты, қазақ халқының тіршілігімен танысады біріншіден. Осы халқымыздың батырларын дәріптеп, солар сияқты рухты, ер тұлғалы батыр болғылар келеді деп ойлаймын. Сондықтан да балалар жалпы қызығушылықпен жаттайды, жырды жаттағанда өздері жалпы қуанады. Себебі соны айтып оқыған кезде балалар өте бір аса бір бақыт сезінеді өздерін. Мен сол жағын айтқым келеді балалардың. Ауданымыз бостандық, Қобланды жырын жаттадық, бас жүлдені аламыз, Алматыда